Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз Міржақып Дулатұлының жалғасын айтатын боламыз. Бұл кезең патша үкіметінің отаршылдықты қазақ даласында күрт күшейтіп, қалың елге тізесін қатты батырып тұрған шағы болатын. Алдында айтқанмын, ол тұрғындардың ауыр тұрмысын, кеңдігі жоқ аянышты халін көріп, түңіле түршігіп тебірене толқиды. Содан жалғасы. Бұл жағдай сол кездегі қазақтың көзі ашық оқыған зиялы азаматтарды қозғауға салды. Наразылық туды. Күресудің жолдарын қарастырып жатты. Оның негізгі жолы ретінде оқытуға, білім алуға ұмтылыс күшейді. Бірте-бірте халық саяси құбылысқа айналып, ел ішінде саясатқа қарсы ұлт-азаттық идеялар туындады. Патшалық Ресейде бірінші буржуазиялық демократиялық дүмпудің қарсысында болатын. Езілген еліне ес болуға, жоғын жақтап, мұңын мұңдауға серт байлады. Халық ісіне бар болмасын бүтіндей беріліп қалғанша жарты жаңқам мен сенікі пайдалан шаруаңа жарыса алаш деп бір даусымен жарыс алды. Осы бетінше талпынып білім жинап, орыс тілін жетік меңгерген Міржақып орыстың озық ойлы азаматтардың еңбектерін танысының арқасында замана тоңазып, суырып, дүниені дүр сілкіндірер дауылды күндердің тақап келе жатқанын өзгелері бұрын сезеді. Міне осындай күрделі кезеңде 1904 жылы Міржақып омбы қаласына келеді. Осындай ұлт зиялыларының ұстазы Ахмет Байтұрсынұлымен кездеседі. Бұдан кейін уақытты бірі ұстаз, бірі ізбасары ретінде жұптарын жазбайды. 1905 жылы Міржақып Ахмет Байтұрсынұлының бірге Қарақалыдағы саяси бұқаралық жұмыстарға қатысады. 1905 жылы патша үкіметіне қазақ халқының атынан петиция жазушылардың қатарына болады. Кең даласында алаңсыз өмір сүріп, мал бағып жатқан бейқам халқын көзіңді оян қазақ көтер басу өткізбей, қараңдағы бекер жасты деп жырымен жұлқылап оятып, оларды білімге, ел үшін пайдалы іс-әрекетке шақырады. Енді келесі шығармашылық мұрызы. Міржақып Дулатұлы әдебиеттің әртүрлі жанрына қалам тартқан қаламгер. Алғашқы кітабы «Оян қазақ» деген атпен Петербург қаласындағы жарық көрген өлең жинағы. Одан кейін 1913 жылы Орынборда Азамат, ал 1915 жылы Терме атты өлеңдердің кітаптары басылып шығады. Ақын өлеңдерінің басты тақырыбы ел тағдыры болды. Алғашқы кітабы «Оян қазақ» жұртшылдық арасында ауыздан ауызға, қолдан қолға тез тарап кетеді. Қайта басылады. Кітаптың негізгі мазмұны халықтың оятуға, әділетсіздікпен күресуге шақырған өлеңдер құрады. Сол себепті кітапта тұтқындалып, автор қуғынға ұшырайды. Өзінің шығармашылық жолын дегеннен өлеңнен бастаған Міржақып проза жанрында қалам сілтейді. Достар, бүгінгі видео аяқталды. Сау болыңыздар.